Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 44-ші дәріс түйенің зекеті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахумма алимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана иннака аля кулли шейин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма джa'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша кезекті дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Бабу закатил ибл. Түйелердің зекеті, түйенің зекеті. Лейса фи ақалла мин хамси заудин садақатун. Түйенің 5 басынан азында зекет жоқ. Фаида балағат хамсан саиматан. Фаида балағат хамсан. Түйенің басы 5-ге жетсе, 5 түйеге жетсе, саиматан. Және бұл түйелер жылдың жартысын немесе одан көбін өрісте жайлатын болса, вахала алейхал хаулу. Және сол 5 түйенің кісінің меншігінде тұрғанына 1 жыл өтсе, фафиха шатун. Бұл 5 түйеге 1 қой зекет ретінде береді. Фафиха 5 түйеге шатун 1 қойды береді зекет ретінде. Иля тис'ин. Түйенің басы 9-ға жеткенше. Яғни 5 түйеден 9 түйеге дейін, кімде 5 түйе болатын болса, немесе 5-тен 9-ға дейін кімнің түйесі болатын болса, ол адамға 1 қой зекет беру парыз болады. Демек, түйенің нисаб мөлшері, түйенің зекет парыз болатын ең шекті мөлшері ол 5 түйе екен. Бұл қойдың жасы кемі 1 жас болуы тиіс. 1 жастан азы болмайды. Фаида канат ашран. Түйенің саны 10-ға жетсе, фафиха шатан. Онда 10 түйеге 2 қой зекет ретінде беріледі. 10 түйеге 2 қой зекет ретінде беріледі. Иля арбаа ашарата. Түйенің саны 14-ге жеткенше. Түйенің саны 10-ға жетіп, 14-ге жеткенге дейін осы 2 аралықта 10 түйесі немесе 14 түйесі бар кісі зекет ретінде 2 қойды береді екен. Фаида канат хамса ашарата. Алеге түйенің басы 15-ге жетсе, 15 түйеге жетсе, фафиха саласу шияхин. Мұндай жағдайда түйенің басы 15-ге жеткен кезде саласу шияхин 3 қой зекет ретінде беріледі. 15-тен бастап 3 қой зекет ретінде беріледі. Иля тис'a ашарата. Түйенің саны 19-ға жеткенше. Яғни 15 түйеден бастап 19 түйеге дейін 3 қой зекет ретінде беріледі. Мысалы бір кісінің 15 түйесі бар. Демек, бұған 1 жыл өтсе, онда 3 қой береді. Келесі жылы 16 болды. 16 болса да 3 қой береді. Өйткені 15-тен бастап 19 болды. Саны көбейіп 19 түйе болды. 19 түйе болса да 3 қой зекет ретінде береді. Фаида канат 20. Ал егер түйенің саны 20-ға жетсе, фаида канат 20. Түйенің саны 20-ға жетсе, фафиха арбау шияхин. Онда 20 түйеге жеткен кезде оған зекет ретінде 4 қой беріледі. Иля арбаин ва ашрина. Түйенің саны
24-ке жеткенше. Демек 20-дан бастап түйенің басы 24-ке жеткенше 4 қой зекет ретінде беріледі екен. Фаида канат 25, түйенің саны 25-ке жеткенде, фафиха бинту махадин, түйенің саны 25-ке жеткен кезде зекет ретінде, 25 түйеге зекет ретінде 1 жасар түйенің ұрғашы төлі беріледі. 1 жасар, 1 жасын толтырған, 2 жасына аяқ басқан түйенің ұрғашы төлі зекет ретінде беріледі. Иля 35, түйенің басы 35-ке жеткенше, яғни 25-ке жетіп, осы 25-тен 35-ке жеткенше 25 және 35 түйенің арасында зекет ретінде 1 жасар, 1 жасын толтырған түйенің ұрғашы төлі зекет ретінде беріледі. Фаида канат 36, түйенің саны 36-ға жетсе, фафиха бинту лабунин, 36 түйеге жеткен кезде 36 түйенің зекеті ретінде 2 жасар ұрғашы түйе беріледі. Түйеде зекет берген кезде еркек жынысты түйе зекет ретінде берілмейді. Тек қана ұрғашы түйе беріледі. Ал егер ұрғашы түйе болмаса, тек қана қолында еркек түйе ғана бар болса, не болады? Мұндай жағдайда ұрғашы түйенің қайсы берілуі қажет болатын болса, сол ұрғашы түйенің құны беріледі. Қолында ақшасы болмаса, сол ұрғашы түйенің құнына тең келетін еркек жынысты түйені зекет ретінде беруге болады. Құны ретінде, ұрғашы түйенің құны ретінде еркек түйені беруге болады. Ал бұлай еркек түйенің өзін зекет ретінде беруге болмайды. Фаида канат 36, фафиха бинту лабунин. 36-ға жеткен кезде 36 түйеден 2 жасар ұрғашы түйені зекет ретінде береді дедік. Иля 45, түйенің басы 36-дан 45-ке жеткенше. 36 мен 45-тің арасында 2 жасар ұрғашы түйе беріледі. Фаида канат 46, түйенің саны 46 түйеге жетсе, фафиха хиққатун, 46 түйеден бастап зекет ретінде 3 жасар ұрғашы түйе беріледі. Зекет ретінде 46 түйеден бастап 3 жасар ұрғашы түйе беріледі. Иля 60, түйенің басы, түйенің саны 60-ға жеткенше, 46 түйе мен 60-ның арасында 3 жасар ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі. Фаида канат 61, түйенің саны 61-ге жетсе, 61 түйе болса, фафиха жазаатун, онда 46 түйеге зекет ретінде 4 жасар ұрғашы түйе беріледі. Түйенің саны 61 түйеге жетсе, онда 61 түйеге зекет ретінде 4 жасар ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі. Иля 75, түйенің саны 75-ке жеткенше, 61 түйе мен 75 түйенің арасында 4 жасар бір ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі. Фаида канат 76, түйенің саны 76-ға жетсе, фафиха бинта лабунин иля 90, түйенің саны 76-ға жеткен кезде 76 түйеге зекет ретінде 2 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі. 2 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі. Иля 90-ға
дейін. Түйенің саны 90-ға жеткенге дейін. 76-дан 90-ға дейін 2 жасар 2 ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі. Фәйда кәнет 91. Түйенің саны 91-ге жетсе, фәфиха хиққатани. 91 түйеге жеткен кезде, 91 түйеге зекет ретінде 3 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі. Иля 120 түйенің саны 120-ға жеткенше. Яғни 91 түйе мен 120 түйе арасында 2 жасар 3 жасар ұрғашы түйе беріледі. 91 мен 120 арасында 3 жасар 2 ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі. Енді осы 120-дан кейін бастап қайтадан жаңадан басталады. 120 түйеге 3 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі дедік. Енді осы 120-дан кейін ары қарай қайтадан жаңаша санаймыз. 120-ны бөлек тұрады, 120 бөлек тұрады, 120-дан кейінгілер жаңадан басынан бастап саналады. Сумма тустанафул фаридату. Берілуі парыз болған түйенің мөлшері басынан бастап саналады. Фаякуну фил хамси шатун ма'ал хиққатайни. 120-дан кейінгі түйелердің саны 5-ге жетсе, әр 5 түйеге фаякуну фил хамси 5 түйеге шатун бір қой беріледі. 120-дан кейінгі, 120 түйеден кейінгі 5 түйеге бір қой беріледі. Ал 120 түйенің зекеті ретінде жоғарыда айтқанымыздай 3 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі. Демек, 3 жасар 2 ұрғашы түйемен бірге 120-дан кейінгі 5 түйеге бір қой беріледі. Уафил ашри. 120-дан кейінгі 10 түйеге, 120-дан кейінгі 10 түйеге, уафил ашри шатани 2 қой зекет ретінде беріледі. Уафи хамса ашарата. 120-дан кейінгі 15 түйеге саласу шияхин 3 қой беріледі. Уафи ашрина. 120-дан кейінгі 20 бас түйеге арбау шияхин 4 қой зекет ретінде беріледі. Уафи хамсин ва ашрина. 120-дан кейінгі 25 түйеге бинту махадин 1 жасар түйе, ұрғашы түйе беріледі. Нешеге дейін? Иля 150. 150-ге толғанша. 120-дан кейін 120-ға 3 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі дедік. Одан кейін әр 5-ге, одан кейінгілердің саны 5-ге жетсе 1 қой, 10-ға жетсе 2 қой, 15-ге жетсе 3 қой, 20-ға жетсе 4 қой, 25-ге жетсе 120-дан кейінгілердің саны 25-ге жетсе 120-дан кейінгілердің саны 25-ге жетсе, онда ұрғашы 1 жасар 1 түйе береді дедік. Түйенің саны 150-ге жеткенше, яғни жалпы саны 150-ге жеткенше осылай беріледі. 150-ге жеткенде 120 бөлек бар, мына жақта 25 тағы да бөлек бар, соны қосқан кезде 145 болды. 145 түйе болған кезде, 145 түйеден бастап 145 түйеге 120-сы үшін 3 жасар 2 ұрғашы түйе беріледі. Одан кейінгі 25-і үшін 1 жасар 1 ұрғашы түйе беріледі дедік. Ал енді осы саны, жалпы саны 150-ге жеткенше осылай беріледі. Ал 150-ге толған кезде, жалпы түйенің саны 150-ге толған кезде фаякуну фиха саласу хиқақин. Фаякуну фиха саласу хиқақ. Түйенің саны 150-ге жеткен кезде 3 жасар 3 ұрғашы түйе зекет ретінде беріледі.
Осы 150-ден кейін қайтадан жаңаша санау басталады. Санаудың үлгісі жаңарады. Сумма тустанафул фаридату. Кейін парыз болған мөлшерді есептеу жаңадан қайтадан басталады. Фафил хамси. 150-ден кейінгі 5 түйеде шатун, бір қой зекет ретінде беріледі. 150 түйеге қанша берілетіндігі айтылды. 150 түйеге 3 жасар 3 ұрғашы түйе беріледі 150-ге. Одан кейінгі 5 үшін бір қой беріледі. Одан кейінгі офил ушри, одан кейін 150-ден кейінгі 10 түйе үшін шатан 2 қой беріледі. 150-ден кейінгі офи хамса ашарата 15 түйе үшін саласу шияхин 3 қой беріледі. 150 түйеден кейінгі офи ишрина 150-ден кейінгі 20 түйеге арбау шияхин 4 қой беріледі. Офи хамсин ва ишрина 150-ден кейінгі 25 түйеге бинту махадин 1 жасар 1 ұрғашы түйе беріледі. Офи ситтин ва саласина 150-ден кейінгі 36 түйеге 150-ден кейінгі 36 түйеге бинту лабунин 2 жасар ұрғашы түйе беріледі. Фаида балагат 160 Фаида балагат 196 жалпы түйенің саны 196-ға жеткен кезде фафиха арбау хиқақин 196 түйеге 3 жасар 4 ұрғашы түйе беріледі. 196-ға жеткен кезде 196-дан бастап 196 түйеге 3 жасар ұрғашы түйе беріледі. Қаншаға дейін? Түйенің саны иля миатейни 200 түйеге жеткенше. Демек 196 түйе мен 200 түйе арасында 3 жасар ұрғашы түйеден 4 дана беріледі зекет ретінде. Осы 200-ден кейін сумма тустанафу жаңадан қайтадан басталады. Әл-фаридату парыз болған мөлшерді есептеу әбәдан соңына дейін, осыдан бастап өзгеріске ұшырамастан соңына дейін бір келкі жаңадан басталып отырады. Кама тустанафу фил хамсина аллати ба'дал миати вал хамсина 150-ден кейінгі 50-де 150-ден кейінгі 50-де қалай басынан басталды, 200-ден кейін де дәл солай басталады. 150-ден кейінгі 50-де алғашқы 5 түйеге 1 қой, одан кейін 10 түйеге 2 қой, 15-ге 3 қой, 20-ға 4 қой, 25-ге келген кезде 1 жасар 1 ұрғашы түйе беріледі дедік, 25. Содан 36-ға жеткен кезде 2 жасар 1 ұрғашы түйе беріледі дедік. Және одан кейін 46-дан бастап 50-ге дейін 46 түйеден, 150-ден кейінгі 50 түйені есептеп жатырмыз. 46 түйеден бастап 50-ге дейін бір хиққа, яғни 3 жасар 1 ұрғашы түйе беріледі. Міне осы үлгі бойынша 150-ден кейінгі 50-де қалай басынан бастап есептелген болатын болса, 200-ден кейін де дәл осы есеп бойынша ары қарай түйелердің нисаб мөлшері есептеледі. Вал бухту вал ирабу сауаун. Вал бухт деген тұқымы, яғни пародасы араб емес, арабтың пародасы болмаған, арабтың тұқымы болмаған түйені бухт дейді. Вал ираб болса тұқымы араб болған, араб тұқымды түйе. Біреуі бухт деген ол араб емес тұқымды түйе. Бухт пен ираб, яғни араб емес тұқымды түйе мен араб тұқымды түйе сауаун екеуі тең. Екеуі де
екеуінен де зекет алынады, екеуінен де зекет беріледі. Мысалы, екеуі де шариғат үкімдері тұрғысынан тең. Мысалы, құрбан шалатын кезде араб тұқымды түйе де құрбандыққа жарайды, бұхт және араб тұқымды емес түйе де құрбандыққа жарайды. Сол сияқты араб емес тұқымды түйеден де және араб тұқымды түйеден де зекет алынады, зекет беріледі. Яғни бұл үкім тұрғысынан екеуі тең. Құрметті бауырлар, бүгінгі сабағымызды осы жерде тәмамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.